Қызықты мамандықтар жайында көп білгің келе ме? Бірақ сұрауға ыңғайсызданасың ба? Онда сұрақтарды сен үшін біз қоямыз. Жақсылап жайғас. Есімім Али, фотосуретшімін. Енді 2013-тен бастап осы салада жұмыс істеп келем. Мен негізі ең керемет жұмыспен айналсам. Өйткені еркінмін, тәуелсізбін и сүйіп жұмысымды атқарам. Сол себепті басқа салаға қарағанда ең көңілімнен шығатын дұрыс жұмыс. Әркім әрқалай өзінің кадрларын жасайды. Біреуге ыңғайлы смартфон, маған енді әр кадрға керекті объективті қолданған. Бір енді өзгеше ләззат алудың бірі ғой. Өйткені сен портрет түсіретін кезде портреттинг арқылы, белгілі бір пейзаж түсіретін кезде керекті объективті қолдана отыра, сен оның ауырлығын сезіне отыра, сен керемет туынды жасағанын, ол құндырақ болып келеді. Сол себепті сол смартфоннан гөрі өзімнің құралдарым көңілімнен өзгеше шығады. Өйткені смартфонның айырмашылығы профессионалды зеркалкадан басылым кезінде сол кезде байқайсыздар. Өйткені пиксельді түсінетін адам смартфон бере алмайды. Нью болсын, операция барысы болсын, сен камерадан тыс, ол сен ол жұмысын, сен бір кадрда ізденуде боласың. Сол себепті шығар жүректен, эмоциядан ол өтпейді. Өйткені сен кадрдан тыс, сен оны өзгеше бір кадр түсіріп атқан сезінесің. Сол себепті нью фотосессияда енді қосып кетпейсің ба деген әңгіме, оның бәрі негізі жұмыс барысында ешқандай әсер етпейді. Өйткені сен кадрдан тыс, сен тек қана ракурсты көресің, эмоцияны көресің, жетіспеушілікті көресің. Сол себепті қара ойға ой жүгіртпейсің да. Сен тек қана туынды жасауға тырысасың. Мен өзім нью түсіре бермеймін. Бір-екі рет көргенім бар, бірақ мен киіммен сексті берген жақсы көремін. Өйткені киім арқылы сексуалды тұрғыда көрінсе, ол баға жетпес құндырек болып көрінеді. Өйткені жай ғана мойын арқылы сексуалды эмоция оятуға болады. Жай ғана көз, жай ғана киімнің дұрыс таңдалғанына байланысты. Сол себепті шешіндірмей эротикалық кадрды жасай білуге болады. Фото саласына қызығушылығымен келгеннен кейін, арнайы біреуде оқу алмағаннан кейін, терминология тұрғыда онша біле бермеймін. Фильтрді да қолдана бермеймін. Сосын әр кадрға копи-паст емес, әр кадрға өзімнің бір көзқарасымен уақыт бөлгеннен кейін бір арнайы бір нелерді жүктеп алғаным жоқ. Ал егер телефондағы фильтр болса, мен кейде суреттерді өткізесің ғой, сосын бір сол күшті қылып жасаған туындымды алып фильтр қойып тастаған кезде бүйтесің ғой, болды. Жоқ. Негізі кейде олда да бір кадрларда қолдануға болады. Негізі ол да бір не ғой. Өзім бір келіншекті былай демовочка қылу, өзім бір трендтер болды ғой енді. Бірақ ондайлар жасамаппын. Негізі бала кезденде де қолыма камера түскен кезде енді жұрттарға
керек емес нәрсені түсірген боларсың, өзіме бір жаңа құбылыс, жалпы тіршілік, жай ғана жаңағы шынайы күліп жатқан эмоция, ол маған ыстырақ көрінетін еді да. Бірақ енді әр адам өзінің мысалға түр әлпеті дұрыс болмаса уже неғыла бастайды. На самом деле шынайы эмоцияны түсірген жақсы көргендіктен бала кезімде де мысалы ағаларым онша дұрыс түсірмейсің ба, үйреніп қалған қақайып, или бір бізде біреудің көрсеткен нәрсесін үйреніп қалған. Ал негізі эмоциялық тұрғыда кадрды күшті оятатын жаңағы тренд емес, ол шынайы болып жатқан өзінің үйіндегі тіршілік шығар деп ойлаймын. Ондай бір жайттар болады негізі, бірақ өмірімде бір-екі рет болған шығар ондай. Бірақ жаңағы қай жанрда сен түсіресің? Егер сен жаңағы той-домалақтың фотографы болсаң, әрине өкінішті дейсің, енді оны қайталау түсіру мүмкін емес. Сол себепті шығар мен тойға неге қызықпаймын, өйткені жаңағы портрет түсірсең де оны қайтып түсіре аласың ғой. Бірақ той-домалақ түсіретін адамның жауапкершілігі жоғарырақ. Біздікі өкініш тудырады бәлкім, бірақ сен қайтып түсіре аласың. Ал той-домалақта жүрген енді жігіттерге егер жаңағы бағдарламалар көмектеспесе, кешірші брат дейсің болды. Болашақта түсіру мүмкінмін, өйткені қазіргі уақытта мысалға бастап кезде түсіргенімізде ол менің тематикам емес. Ал той түсірсем, бәлкім менің талаптарыма келіссе түсірем, келіспесе енді кешірім сұраймын. Егер портрет болса, ол жай ғана жаңағы қалай айтсам, delayed кетіп қалады ғой, енді өшіріп тастаймыз. Оншақ мән бермеймін. Ал болады кейде, особенно бір адамдармен редко мен бір тұлғамен суретке түскім келетін кездер өте сирек. Бірақ сол уақытта жаңағы сені зумды жаңағы фокусты стенаға өріп сені мутный қылып түсірген кезде енді кәдімгідей жынданасың. Өйткені болды, мысалы өзім бәрін түсіріп, енді Қазақстанда белгілі бір кісілермен ғана суретке түскім келеді. Ол Әлбек Дінішев, Ескендір Хасанғали сияқты. Соның бірі енді головкамен суретке түсіріп бәрін болғаннан кейін, өзім сол кісімен бір түсе қойыншы деп жұртқа берген кезде, как раз баннерда фокусқа қойып, екеумізді, мутный қылып жүріпті да. Іштей ренжисің. Кофені түсінетін адамдар тек қана Starbucks емес, ол мысалға бізде әркімнің өзін талғамына байланысты. Маған мысалға Маронкодан басқа кофенің дәмі ұнамайды. Айырмашылық тек қана мысалға қандай мақсатта түсірілімізге керек. Егер жай ғана Instagram әлеуметтік желіде қолдану үшін кадр керек болса, ешқандай айырмашылық жоқ. Егер жарнамалық тұрғыда үлкен жаңағы қалай айтсам, размерде басылым керек болса, әрине кәсіби фотографтың көмегі керек. Негізі жеке басым жай таныс фотографпен ақылдасып, бастапқы жаңағы ISO, диафрагма, выдержкадан түсінік алуыма тырыстым. Ары қарай өзім интернет ғаламтор арқылы үйрене бастадым. Мен ойымша, егер түбегейлі сен фото саласынан бас бұрам десең, арнайы онлайн курстар көп. Қазір кез келген салада оқуды онлайн оқуға болады. Ал егер фотограф болғың келсе, мен ойымша бастап кезде базовый жаңағы курсты алып, ары қарай түсіре беріп, енді көп түсірсең, өзің жаймен деп
қолтаңбаны да табасын деген ойдамын. Өйткені бір кісіден арнайы өтсем, біреу көп фотографтар сол кісінің қолтаңбасымен, стилімен түсіріп кетеді. Сол себептен мен ойымша жаңағы әлемдік фотографтардың жұмыстарын қарап, соны қалай жасалған зерттеуге тырысып, соны қайталауға тырысып, сөйтіп өзі үйренсе, мен ойымша ол басқаша қырынан ашылады деп ойлаймын. Адамның өзіне байланысты қаншалықты ол өзін бағалайды. Мысалға, жоқ дегенде 100 мың табуы мүмкін. Ал яда сен айына енді доллармен есептесек, мысалға, айына 3-4 мың доллар табуға да болады. Егер ол жаңағы тоже мезгіліне байланысты. Менің өзім рекордым бір айда тапқан ол 5 миллион. Негізі мен қатты ретуш жасағанды ұнатпаймын. Бірақ сұранысқа байланысты жасайсың, жаңағы ішін тартып бересің, керек жерін үлкейтіп бересің, керек жерін қысқартып бересің деген сияқты. Бірақ сол нәрселер ғана ұнамайды, ал бірақ маған қатты ұнайтыны шынайы эмоцияны, яда кадрда, егер кадрда қараған адамда бір эмоция оянса, сондай туындылар жасау маған көңілімнен көбірек шығады. Ерінбеу, сосын эксперименттен қорықпау, сосын таңдаған саласына қарай, жанрына қарай жаңағы сай болу. И трендке ілінбей, өзім бір жаңағы бастаған бағытын соңына дейін жеткізу.